Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Бұл пончиктер өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ең алдымен ұнға дрожж, қант, жарты қасық тұзды қосып араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқаны қосып, үстінен жылы сүтті қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен, содан соң қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Енді ең соңынан осы кезде үстінен 40 грамм сары майды қосамыз. Қамырымыз біркелкі болып біркенше илеп жібереміз осылай. Содан кейін осы дайын болған жұмсақ қамырымыздың бетін жауып, целлофан мешокпен және де орамалмен жауып 1 сағатқа алып қоямыз. Енді міне көтерілгеннен кейін оқтаудың көмегімен жұқа емес қылып қамыр жаямыз. Осылай етіп. Енді осындай дөңгелек құралдың көмегімен, немесе осындай құралыңыз болмаса, кесенің көмегімен осылай етіп ойып аламыз. Ортасын осындай крышканың көмегімен міне осылай етіп ойып шығамыз. Және де барлық дайын болған формаларымызды пончиктің противенге пергамент қағазын жайып, тізіп қойып аламыз да, бетін матамен жауып, тағы да жарты сағатқа 30 минутқа қоямыз көтерілгенше. Мінекей көтерілді, қызып тұрған майға орташа отта осылай қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Майымыз міндетті түрде қызып тұру керек, отымыз орташа болу керек. Қоңыр болғанша осылай пісіріп аламыз. Енді бетін әсемдейміз. Әркім әртүрлі қылып әсемдеуге болады. Менде міне шоколадқа осылай малып алдым. Сахарный пудра сепсеңіз де болады. Осы шоколадтың бетіне орех, кунжут сепсе де болады. Мен осындай кондитерлік моншақтарды септім. Өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Балаларға өте қатты ұнайтын тәттінің бірі.